Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 11-ші сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстар жайлы өтеміз, тағы да. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі әжем. Бес ап келсем алдында, биік дейді дәрежем дейді. Өлеңнің авторы Сырбай Мәуленов екен. Әженің құшағы неліктен күнге теңеген дейді. Яғни әже мейіріммен, жүрегі елжіреп, еркелетіп, құшақтайды, жақсы көреді, әженің құшағы жып-жылы болады. Сол үшін әженің құшағын күнге теңеген екен. Енді осы өлеңдегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тап дейді. Мейірімі деген сөзде біз және дыбыстары дауысты жіңішке дыбыстар. Әже деген сөзде дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстар болады екен, Сонда дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстар. Мінекей, жіңішке дауысты дыбыстар нешеу бізде? 5 екен, Осыларды есте сақтап алайық. Деген дауысты дыбыстар бізде жіңішке дауысты дыбыстар болады екен. Келесі екінші жаттығу нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жаз дейді. Мінекей суреттері көрсетілген, астында сөздері тұр, Біз нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, қатесіз көшіріп жазуымыз керек екен. Ең бірінші суретте біз күрек көріп тұрмыз, күрек деп жазамыз. Үлкен әріппен бастап жазамыз. Күрек дегеннен кейін үтір қоямыз. Келесі екінші сөз жазамыз. Бүркіт деп жазамыз, Мінекей ортасында тиісті әріптерді қойып шықтық. Үшінші суретте бізде көбелек. Сөздің соңында нүкте қоямыз. Осылай қатесіз жазып аламыз. Үшінші жаттығу жаңылтпашты тыңда. Әсел ән салды, әжесі тамсанды. Әсет аң салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар дейді. Мінекей, қай сөздің астында жіңішке дауысты дыбыстар бар, солардың астын қызылмен сызып көрсетіп қойдық. Және әсел және ән деген сөздерде, одан кейін әжесі деген, одан кейін әсет деген сөзде жіңішке дауысты дыбыстар бар екен. Деген дауысты дыбыстар бізде жіңішке дауысты дыбыстар болып тұр, осы сөздерде. Мінекей, жуан дауысты дыбыстар және жіңішке дауысты дыбыстар. Есте сақтап алайық. Бұлар жуан дауысты дыбыстар. Бұлар бізде жіңішке дауысты дыбыстар, бірнеше рет қайталап есімізде сақтап аламыз. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.